Анамның дауысы. Біздің балалар үйіне тап болғанымызға бір аптаға жуық уақыт өтті. Жаңа өмірге үйрену қиындау екен, өте көңілсіз, ештеңе істегім келмейді. Бүкіл ойымыз, туған ауылымыз, қара шаңырағымыз. Өмір-ай, қалай ғана бұлай болды? Әке-шешеміз қалайша бізді ерте тастап кетті? Оларсыз жер бетінде өте қиын. Жақын жандарды еске алу көзіне жас келтіреді. Бірақ бұл жерде жылауға болмайды. Соны аңдып жүрген балалар мазақтап, ұятқа қалдырады. Сондықтан өзіме балалар үйінің артындағы ақ қайындар алаң қайынан бір жер тауып алдым. Сол жерге жүгіріп барамын да, ешкім көрмей тұрғанда көз жасыма ерік беремін. Соңғы кездерде қызық түстер көріп жүрмін. Анам тірі сияқты. Жұмыстармен шығып кетіп, міне оралатындай болып тұрады. Әпкелерімен, қарындасымен оны тағатсыздана күтіп, үйдің ішінде тазалық пен тәртіп орнаттық. Білемін, анамыз ешқашан құрғыл келмейді. Міндетті түрде бізге тәтті дәмділер әкеледі. Міне ол есікті ашып, үйге енеді. Міне қазір дәл сол сәтте оянып кетемін. Бұл түстім екенін сезген соң, жаным ауырғаннан тістерімді шықырлатамын. Анам ешқашан қайтып келмейді. Бір күні бөлмеде әпкем Әлия жүгіріп келді. «Ильяс, қарашы, мен не тауып алдым?» Ол менің алдымда аудиокассетаны ұстап тұрды. Бақытты сәттен жүзі балбұл жанып тұр. Таң қалғаннан орнынан тұрып, секіріп қояды. «Бұл не?» «Есіңде ме? Мен анамыздың ән айтқаны жазып алып едім ғой», деді Әлия. Жаңа үйден жіберген заттарымды реттестіріп жатып, мына кассетаны тауып алдым. Сенемісің? Біз қуанғаннан шақтасып кеттік. Қандай бақыт десеңші, анамыздың дауысы сақталыпты. Қазір оны тыңдаймыз. Алаңдағаннан үнім шықпай қалды. Қолдарым дірілдеп кетті, ал жан дүнием рахат сезімде. «Әзіліп тұрған жоқсың ба?» деп тағы да сұрадым. Әпкем менімен ойнап тұрған жоқ па деп қорқып кеттім. Қарсы алдымыздан анам пайда бола кететіндей. Ол бізге сөйлейді, біз болсақ оны мұқият тыңдайтын боламыз. Мұндай нәрселермен әзілдеуші ме еді деп Әлия ренжіген кейіп танытты. Біз тәрбиешіге жүгіріп барып, одан магнитофон сұрадық. Біздің топта ол жалғыз ғана, тек мерекелерде ғана беріледі. Бізге магнитофонды қолдануымызға 1 сағат берілді. Әпкенің бөлмесінде ешкім жоқ. Магнитофонды қостық та кассетаны қойып, үнсіз тыңдауға көштік. Басында анамның әні емес, басқандай түрлі дыбыстар естілді. Жүрегіміз атқақтап тұр. Кеудемізден секіріп шығуға даяр. Бұл біз үшін үлкен, нағыз кездесу болайын деп тұр. Көзімізді жұмып қайта ашсақ болды, анамыз тап алдымызда келетіндей. Әлия қандай ақылды десеңші, бұрын ол түрлі қызықты нәрселерді жақсы көретін, бізге ән салдырып, тақпақтар айтқызып, соның бәрін магнитофонға жазып алушы еді. Анамның дауысын жазып алу да ойына қалай келді десеңші. Мәне сол дауыс. Анашым, өтінемін, өзін жақсы көретін бір әнді орындап берші. Балапандарым, қазір әкелерің келеді. Үйде жұмыс көп, қазір ән шырқайтын кез емес. Анашым, айтыңызшы, біздің Абзелиев жайлы ма? Иә, жарайды балапаным, алдымен бұл әннің тарихы жайлы айтып алайын. Бұл ән біздің деревнядан шыққан Шұғайып деген автор, оны халқымыздың сүйікті әншісі Роза Аққұшықоваға арнаған. Бүгінде бұл әнді радиодан жиі беріп жүр. Осы жерден біз аудиокассетаны тоқтата тұрдық. Демала тұрсақ қой, тамағыма тас тұрып қалғандай. Бізге жақын дауыстан денемізге діріл пайда болған. Қатты жылағым келіп тұр, бірақ болмайды. Әлсіздік таныту ұят. Сондықтан бір-бірімізді көздерімізге де қараймыз. Бұл біздің анамыз ғой,
тірі, ол бізбен сөйлесіп тұр. Оның дауысы сондай жұмсақ, әрі сөзі жадымызда ертіп барады. Оның балапаным деген бір ауыз сөзі үшін мен бүкіл жер бетін жаяу аралап шығуға дайынмын. Ана. Әпкем мұрнын бір тартып қойып ақырын ғана магнитофонды қосты. Бүкіл әлемді анамның әні әлдилеп кетті. Жан жадыратар бұлбұл құсты жырлатып, бұлбұл үнін тыңдау маған бір бақыт. Бұлбұл әні көңілімнің жалауы, бұлбұл әні жүрегімнің алауы. Шырқаса ол ойға келер бәрісі, оның әні отанымның дауысы. Ел сенімі, халқымыздың өскіні, байлық, бақыт, халықтардың достығы. Ән жанымызды нұр мен жылуға толтырды. Өзімді жеп-жеңіл сезіндім. Ерекше бақыт сезіндім өзімді. Қайғы мен мұңды, күнделікті қиындықтар, күйбен тірлікті ұмыттып, анамның сиқырлы дауысы жан дүниені ең терең жараларын да емдей алады екен. Армандар мені туған жеріме, ең қымбат, ең жақын жандарыма алып кетті. Сол сәтте мен жетімдер үйінде емес, өзімді үйімде жүргендей болдым. Хош иісті шай ішіп отырғандаймын. Ал анам сөзін ары қарай жалғастырды. Жандарым менің, ар ұятты бірінші орынға қойыңдар. Таза адал өмір сүріңдер. Сонда сендер бұл әлемге нағыз адам боласыңдар. Дауыс кенет үзіліп кетті. Қап, Әлия неге ғана көбірек жазып қалмады екен? Анамның соңғы сөздерінен кейін мен өзімді бір түрлі сезініп кеттім. Ернім дірілдеп кетті. Бұл сөздерге бізге тілек те, мұң да, өкініш те, бізбен қоштасу да бар еді. Біз ұзақ уақыт үндемей қалдық. Жан азабы, сағыныш, анамызды жоғалтқан өкініш ерекше бақыт сезіммен араласып кетті. Ананың дауысы не деген қымбат, жақын дауыс десеңші. Оның сөздері біздің жан дүниеміздің қақпасын ашты. Бұл әлемде біз енді жалғыз жарым емеспіз. Өмірдегі аяулы анамыз тірі. Жүректерімізге ән ұзақ уақыт күмбірлеп тұрды. Жоқ, біз бәрібір бақыттымыз. Анамыздың даусымен бірге бақыттымыз. Міне, енді күн ұзарды. Көшеде жап-жарық. Біз бөлмеде жиналып, ана жолғы кассетаны тыңдап жүрміз. Зүлфира қарындасым үнемі қатты алаңдайды. Себебі анамыз қарлығашым деп оған қарата айтты ғой. Қазір де осы сөзді ести салысымен жылай бастады. Біз де бір-бірімізге көрсетпеуге тырысып, ағыл-тегіл жылаймыз. Әнді тыңдаймыз, өсиет сөзін тыңдаймыз. Содан соң тоқтайды. Анамды тағы да тыңдағым келеді, Зүлфира. Осымен бірнеше рет магнитофонды қайта қосты. Тағы да бәрімізге бірге анамызбен біргеміз. Анамыздың өсиет сөзі бізге зор күш береді. Нағыз адам болып өсуіміз керек. Мектепте барғанымызда осы сөздер жүректерімізге сөйлеп тұрады. Ол сөздер бізді барлық жерде қорғап, еріп жүреді. Қазір мектепте жақсы оқуға талпынып жүрміз. Нашар бағаларды, игіліктерді алуға болмайды. Біздің кассетамыз жайлы хабар Даянан құлағына жеткен екен. Кассетаға көзін тықты, радиодан үнемі беретін сәнді музыканы магнитофонға жазып алғысы келеді. Магнитофонды уақытша сұрап алады, ал әнді қайда жазатын білмеді. Сендерге аудио кассета бар деп естідім. Дәл қазір оны маған бересің, деді қатты сөйлеп. Мен Даянаны қорқатын болсам да үнемі қала алмадым. Ол кассета өзімізге керек. Онда біздің анамыздың дауысы жазылған. Мен онда кімнің дауысы жазылғаны қызықтырмайды. Таяқ жегін келмесе тез арада оны әкеп бересің. Осы кезде Әлия мен Даянан маған ашулы көз қараса бәрін өз-ақ айтып тұр еді. Ол мәселе неден екенін бірден біліп қойды. Неге менің ініме тисе бересің деп әпкем маған ара түсті.
Ал сен қыз неге өзгенің ісіне араласасың? Даяна ашулы кейіпте төбелеске дайын екен білдірді. Мен одан кассетаны тартып алайын дегенмін. Ол маған өзі әкеп беретін болады. Табады, таппай көрсін. Осыдан Ильясқа тиісіп көр. Менің үлкен ағаларым келгенде сыбағанды аласын. Ол саған кассетаны қайдан тауып береді? Ол менде сақталып тұр. Мен де оны ешкімге еш уақытта бермеймін. Жүр, бұл жерден кетейік деп әпкем мені қолымнан тартып алып шықты. Мен сендерге көрсетем. Даян біздің ашулы жүзбен шығарып салды. Әлия екеуміз мектептен көңілді келе жаттық. Жақсы көңіл күйде болуымызға себеп бар. Бүгін Әлия бірнеше бестік баға алды. Менің күнделігімде де жақсы бағалар толған. Осылай жалғаса берсе, осы 90-да 4-ке шығуымыз мүмкін. Ильяс бүгін қандай күн білесің бе деп менен әпкем емтихан алғандай сұрады. Білмеймін, бірден жауап бере алмай қалдым. Солай ма? Ят емес пе саған? Бүгін біздің анамыздың туған күні емес пе? Шында да қалайша басымнан шығып кеткен екен. Егер тірі болғанда анамыз 44 жасқа толар еді. Шіркін, анамыз тірі болғанда бізге қарап қалай қуанатын сезесіз ғой. Әпкем ауыр күрсінді. Осынау керемет күнде анамызды көбірек еске алғымыз келеді. Сондықтан түскі астан соң Әлияның бөлмесіне жиналып, анамыздың дауысы жазылған кассетаны тыңдаймыз деп ақылдастық. Иә, біз оны күнде тыңдасақ та жалықпаймыз. Біз топқа келдік. Әлия өзінің бөлмесінде бұрылды. Мен де киім ауыстыруға кеттім. 5 минуттан соң қыздардың бөлмесіне айқай мен қатты жылаған дауыс естілді. Мен не істерімді білмей тұрып қалдым да бірден не болғанын білуге жүгірдім. Әлияның бөлмесіне жүгіріп кіре салысымен оның шашылған заттарды жинап, жылап отырғанын көрдім. Еденде кітаптар мен дәптерлер, ұсақ-түйек заттар шашылып жатты. Не болды деп сұрадым. Ол ұрлап кетті. Мына жерде жатқан еді. Әлия сөйлей алмады. Көз жастары мен өксік оның сөздерін тұншықтырып тұр еді. Не болды? Адамша түсіндірсенші. Біздің кассета, анамыздың дауысы. Әпкемнің сөздерінен өзімді жаман сезіндім. Қаным басыма теуіп, еріндерім жыбырлап кетті. Даян, ғана не істей алады мұны? Мен өзімнің қимылдарыма жауап бере алмай қалдым. Мені босқа біреулер басқарып тұрған сияқты. 1 минутты да жоғалтпау керек. Бірден Даянаның бөлмесіне қарай жүгірдім. Есіктің қақпастан жебеден атылып бөлмесіне кірдім. Даян төсекте жатып музыка тыңдап жатыр екен. Ешқандай сөз айтпастан магнитофонға жармастым. Аң-таң болып Даян орнынан атып тұрды. Сен не, боқмұрын, ақылынан адастың ба? Кассетаны бер. Онда анам бар деп айқайладым оған. Менің бұл әрекетіме Даянаның көздері алақандай болды. Жұдырығын түйіп төбелесуге дайындалды. Көмекке әпкем жүгіріп келді. Даянаға ұмтылып барып, оның бетін тырнақтарымен тырнап жіберді. Шу басталып, абыр-сабыр болып кетті. Біздің дауыстарымызды естіп тәрбиеші жүгіріп келгенінде мұның бәрі неден бітері анық емес еді. Сендер не үшін төбелесіп жатырсыңдар деп бізді тоқтатқысы келді. Ол біздің кассетамызды ұрлап алды. Әлия жылап тұрып болған нәрсені айтты. Онда біздің анамыздың дауысы жазылған болатын. Тәрбиеші қысқа жауап берді. Біздің сөзімізге тап қазір бер кассетаны деді Даянаға. Ал магнитофонды енді сұрамаңдар. Мен оны бөлмемні тығып есігін сыртынан жауып қоямын. Қуанышымды қойныма сыймады. Кассетаны біз тез арада қайтарып алдық. Уақытында қимылдамасақ бұл жазбаны қайтара алмас едік. Кешірек тәрбиеші болмағанда әлгі Даяна не істесе де дайынмын. Содан келер көрерсінді көрсетіп алдым. Ең бастысы біз анамыздың дауысын құтқарып қалдық. Ол бізбен бірге. Біз магнитофонды бермейтін болған соң
басқа топтан сұрауға мәжбүр болдық. Бірден кассетаны қостық та тыңдауға кірістік. Бірақ ерте қуанған екенбіз, өте ерте. Біз кассетаның бір жағын тыңдадық, одан соң екінші жағын қойдық. Қайдағы бір рок-концерт Даяна біздің жазбамызды өшіріп үлгерген екен. Сол кезде біз қандай күйді бастан өткергенімізді сізге белгілі болар. Солайша соңғы қуанышымыздан айырылдық. Анамыздан екінші рет айырылдық. Енді бір жола жоғалып